Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Ләззат. Біз бүгін қуырылған тұшпара дайындайтын боламыз. Ол үшін біз ең бірінші қамырымызды илеп, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Қамырымыз тынып болғанша біз салмамызды дайындаймыз, яғни фарш, пияз, тұз, бұрышымызды жақсылап араластырып қоямыз. Одан соң дайын болған қамырымызды алып, бірдей майда бөліктерге бөлеміз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де міндетті түрде қоңыраушаны басыңыздар. Егер де қоңыраушаны басатын болсаңыздар, онда менің жаңа видеом сіздерге көрініп тұрады. Және де менің рецептім бойынша қуырылған тұшпара дайындайтын болсаңыздар, онда пікірге жазып қалдырып кетіңіздер. Менің барлық видеомның рецептісі описаниеде жазылып тұр. Осылайша қамырымызға салмамызды салып, жан-жағын басу арқылы барлық тұшпараларды осылай дайындап аламыз. Одан соң дайын болған тұшпарамызды қызып тұрған табамызда екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Осындай қуырылған тұшпара маған өте қатты ұнайды. Сіздер де дайындап көрсеңіздер ұнайды деген ойдамын. Және де қонақ келген кезде ысты тамақ ретінде беруге де болады. Мінекей достар, біздің барлық тұшпараларымыз осылай қызарылып, қуырылып болып қалды. Оны тәрелкенің үстіне сүрткішті орналастыру арқылы салатын боламыз. Біз тұшпарамыздың майын сорықтыру үшін сүрткіні пайдаланамыз. Мінекей достар, біздің тұшпарамыз дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ. Соус арқылы жесеңіздер болады. Әркім өз қалаулары бойынша соус дайындап алуға болады. Ас болсын достар.